Қайырлы күн, достар. Мен бүгін сіздермен қызылшадан жасалатын екі салат рецебімен бөлісемін. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады, әрі витаминді салат. Негізгі ингредиент қызылша болғандықтан. Бірінші салатымыз қызылша мандаринді салат. Біріншіден осылайынан шөптерді турап аламыз. Менде бұл жерде шпинат, салатный лист, яғни салат жапырағы және петрушка. Көк шөптерді өздеріңіздің талғамдарыңызға байланысты ауыстырсаңыздар болады. Яғни рукола қоссаңыздар, кинза қоссаңыздар болады. Осылайынан турап аламыз, майдалап. Сосын мандаринімізді 2-3 бөлшектеп осылайынан саламыз. Бұл жерде менде 4-5 мандарин көлемінде осылайынан толығымен ашып бөлшектедік. Енді сіздердің мандариндеріңіздің көлеміне байланысты бөлшектейсіздер. Осылай турап алып, ыдысымызға саламыз. Ендігі кезек бізде соусты, яғни осы салатымызды араластыратын соус дайындайық. Менде бұл жерде соусқа қосатын заттарым: горчица, түйіршіктелген горчица, 1 чайная ложка, оливковое масло, соевый соус кішкене ғана, тұз, майонез 1 қасық және яблочный уксус 1/2 чайная ложка көлемінде. Толығымен араластырып, жақсылап араластырамыз. Блендермен ессеңіздер де болады, өте дәмді соус шығады. Осылайынан соусымызды толығымен дайындап алып, 1 ас қасық көлемінде салатымызға қосып жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте міне фисташка жаңғағын езіп қосамыз. Осылайынан соусымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте салатымыздың соусы сіңіп тұрғанша қызылшамызды тураймыз. Қызылшаны осылайынан орта бөліктерге бөлеміз, қатты ірі емес етіп. Міне біз 2 қызылшаны толығымен турап алдық. Енді салатымызды тарелкамызға салуды бастаймыз. Осылайынан араласып тұрған салатты саламыз тарелкамызға. Қызылшаларымызды саламыз. Осылайынан қызылшаларды саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылайынан қызылшаларды салып шығамыз. Және де моцарелланы осындай домалақ түрін алып, осындай домалақ түрін 2-3 бөлшекке бөліп, моцарелла қосамыз. Және де фисташка жаңғағымыз бен кунжут себеміз бетінен. Ең соңғы штрих бізде бальзамический крем. Аз бөлшекте әдемі вид беру үшін осылайынан сеуіп шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Бірінші салатымыз, жасап көріңіздер, өте пайдалы салат. Ас болсын. Келесі салат қызылша көкпиязбен жасалынады. Яғни қызылша салатын жасаймыз. Өте пайдалы салаттардың бірі. Біріншіден осындай 2-3 қызылшаны пісіріп аламыз. Яғни пісіріп алып, майдалап, көбіктерге бөлшектеп тураймыз.
Көріп тұрғандарыңыздай қызылшаны толығымен турап алып, барынша бір ыдысқа саламыз. Келесі кезекте бізде көкпияз. Көкпияздың ақ жағын алып, көк жағын жақсылап жуып, осылайынан майдалап турап шығамыз көкпияздың өзін. Бұны да осы ыдысымызға саламыз. Барынша бәрін бір келкетіп турап шығамыз. Мінекей қызылшамыздың үстінен көкпиязды салдық. Енді үшінші ингредиентіміз кукурузаны саламыз. Және де 2-3 ас қасық майонез, және де тұз қоссаңыздар болады. Жарты чайный ложка көлемінде жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын, оңай жасалады, өте пайдалы. Кез келген дастарханның сәнін кіргізеді. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса комментарий қалдырып, парақшаларыңызда бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Каналға жазылып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Рецепті алғашқы болып көрулеріңіз үшін, қолдауларыңыз үшін алдын ала рахмет.